Ал қазірше Бауыржан Тұрысбек осы маңда, Чумада. Сонымен қақпа бос қалды ма? Қорғаушы құтқарды. Және Калмыков та өз иелігіне қайтып үлгерген екен бұл сәтте. Тағда төреш қырғы және дәл қазір Фонсеканың Сүйінбаевты тіземен теуіп қалған көрдіңіздер. Міне. Осындай сәттер өте қауіпті ойыншылар үшін. Бапкерлер де сабырға шақыруда қазір ойыншыларын. Онысы әрине Схададзе мен қазір Димитров арасындағы пікірталас. Әрине Фонсека мені қызыл қағазды көріп отырмыз Марат Ысқақовтың қолынан. Бірақ оны Исламбек Қуатқа көрсетіп отыр ғой. Сол сияқты қазір ертіс ойыншысы да қуалатын шығар. Алаңнан көрейік. Исламбек Қуатты қуды. Алаңнан және кім жазылады? Енді қалтасынан сары қағаз шығарды төреші. Фонсеканы көріп отырмыз алаңнан кетіп башты. Екі ойыншы қуылды алаңнан. Исламбек Қуат және Фонсека. Қайтылап көреміз. Сүйінбаев допқа таласқан, бірақ Фонсеканың бұнысы әрине дұрыс емес. Дәл төрешінің Схададзенің қасында тұрып Фонсека осындай жасады, ал Қуат қазір тұмсығын бұзам деп жүгірді екен, әйтеуір алға қарай ұмтылған болатын. Сол үшін ол да жазасын алды. Солғын тарта бастаған ойын еді. Футболистер өздері қазір, футболшылар өздері қазір қыздырды ойынды.